Қазақтың көрнекті прозашыларының бірі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, 2001 жылы Абайдың жұмбағы кітабы үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. 1935 жылы 13 қыркүйекте Павлодар қаласында туған. 1957 жылы Алматыда Шет тілдер институтын, француз тілі факультетін, 1985 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы әдебиет институтын жоғарғы курсын бітірген. Еңбек жолын Павлодар облыстық газетінде редакциясында тілшілік қызметтен бастаған. Павлодар қаласы Қызыл ту газетінің, қазіргі Сарыарқа самалы, мәдениет және тұрмыс бөлімінің меңгерушісі болған Рамазан Тоқтаров туралы медиа сағатын ұсынамын. 1958-1960 жылы Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газеті мен мәдениет және тұрмыс, қазіргі Парасат журналының редакцияларында, 1964 жылдан Қазақстан Жазушылар одағы басқармасында әдеби консультант, кейін жазушы баспасында аға редактор, бөлім меңгерушісі болды. 1989 жылдан зейнеткерлікке шыққанға дейін Жұлдыз журналы бас редакторының орынбасары болып істеген. Алғашқы ертіс перзенті атты жыр жинағы 1962 жылы жарық көрді. Бұл жинаққа Дариға сол қыз, ертіс перзенті атты 2 повесть және 9 әңгіме енген болатын. Бұдан кейін Бақыт, ертіс мұхитқа құяды 2 кітабы, Тұлпардың сыны, Жердің үлгісі, Ғасыр наны, Сусамыр, Таңбалы жарғақтың құпиясы, Жұлдыз журналында Жендет, Бақытты құлдықтың ақыры атты романдары жарық көрді. Оның Терістік шұғыласы атты повестер мен әңгімелер жинағында тундраға барған шығармашылық сапары жөнінде деректі хикая енген. Тоқтаров прозалық туындылармен қатар әдебиет теориясы, сын библиографиялық мақалалар, эссе толғауларымен де оқырман қауымға кеңінен танымал. Рамазан Тоқтаровтың Бақыт алғашқы романы жекелеген кемшіліктеріне қарамастан өмір құбылыстарын бейнелеуде өзіндік бет бағдар ұстауға талпынған қадамын аңдататын туынды болып шықты. Бақыт романы жас автордың өз толғаластары, өмір сапарына қатар аттанған құрбы құрдастары жайлы роман. Рамазан Тоқтаровтың оқырман көңілінде ерекше із қалдырған романдарының бірі 1999 жылы жарыққа шыққан соңғы туындысы Абайдың жұмбағы. Туынды қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың адами және шығармашылық философиялық бейнесін ашуға бағытталған. Автор өзі бұл шығармасының жанрын роман хамса деп анықтапты. Бұл таза эпикалық шығарма емес, көбінесе ой толғаулармен, публицистикалық қайырымдармен кестелене өріліп жатқан философиялық сипаты басым шығарма. Осы роман үшін Рамазан Тоқтаров Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иесі лауазымын беруге лайық деп танылды. Шығармашылық уақытының төңірегінде Рамазан Тоқтаров көптеген әдеби сын мақалалар, эссе, очерктер жазған, ал аяқталмай қалған туындысы Жабық жара шығармасы еді. Жазушы Павлодарда туып, ержетсе де өмірінің көп бөлігін Алматыда өткізгенімен, әр романнан туған өлкесін қалыс қалдырмайтын қаламгерді қалайша елемеуге, ескермеуге болады. Ертіс мұхитқа құяды деген роман арқылы ертіс өзеніне қара сөзден ескерткіш қойған қаламгерді қалайша құрметтемеске. Алматыда Рамазан Тоқтаров атындағы көше бар, ал Павлодар облысының ауыл аудандарының бірінде емес, облыс орталығында Павлодар қаласында туып ержеткен Рамазан Тоқтаров көзі тірісінде Луначарский көшесімен Сарыарқа самалы газетінің редакциясына келе жатып, қасында әріптестеріне «Түбінде осы көше менің атыммен аталады» дейді екен. Демек, бұл жазушының да ішкі арманы болса керек. Ал 2002 жылы Павлодар қаласындағы баспа үйінің қабырғасында мемориалдық тақта орнатылды. Бір сөзбен айтқанда, Рамазан Тоқтаров
қазақ романын дамытуға өзіндік леп әкелген, өмірдің соқпалы проблемаларын көркемдікпен игеруге елеулі еңбек сіңірген талантты романтиктардың бірі. Рамазан Тоқтаров 2000 жылы 13 желтоқсанда қайтыс болды.